телефон келте болмайды деп жатырмыз. Сіздер постоянно доссыздар ғой. Бір палчандарды сыйлап жіберсек, палчандарға сөзін беріп, артымен өздеріңіз қорытындыласаңыздар деп жатырмыз. Олай болса, ал аға мархамат. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Біріншіден мен өзімді таныстырып өтейін. Палчан деп отырмыз ғой. Жаңағы той басталдырдың алдында осы тойхананың алдына келіп, жезған автобустан келіп отырмын. Сол тойхана кіріп келгенде бір жігіт тұр. Сразу білдім, Манарбек. Құраларым отыр екен. Манарбекпен кездеспегеніне 40 жыл болды. Сол жаңағы баламыз көрдім де сразу айттым, сен Манарбектің ұлысың ба дедім. Иә деп, әкеңді дедім. Ол енді өзіміздің қазақтың несі ғой, былайша айтқанда. Содан кейін айтайын дегенім, мен Манарбектен 1 жыл бұрын өстім. Бұлар мен 1 жылдан кейінге сол жаңағы баланы көргенде есіме түсіп кетті, Манарбек казарма деп келгенде, бұра жаңағы бала, рауан. Соған қуаныштымын. 40 жылдан бұрын балалар арқылы табылдық. Кеше айтайын деген менде әдетпейсіздер, Амандық деген тәңір палчанымыз бар, Балқаштан. Сол баласы қайтыс болды. Сол бала мен Индраевқа мінді, аяқ астынан. Балқаштан Қарағандыға келеткенде Ақсуайолға тоқтадық. Яғни Индраев тоқтады, таксист бола. Сосын сұрағым жай былай қарап тұрдым да, Ақсуайолда шіркіне өз жерде бір палчаным бар еді. Оспанов Манарбек деген. Сосын бейді. Қай жерде ол дейді? Оспанов Манарбек қай жылы деп, 80 жыл. Ой, танымыз оны ағады. Ақылды білесің бе дедім, дейсің бір. Иә, білеміз. Әкелеріміз бірге сөзштеп көрдім. Қай жерде сөзштеп бірсем, Резанда дейді. Мен де Резанда болдым. Содан келіп телефонмен жаңағы балам мақым болып кетті, жаңағы мақым баласы. Сразу звондады. Мәке, мына жерде бір палчанымызды таптым, жезқазғаннан Қарағандыға. Содан Манарбек телефонды көтеріп айтып, Нұраталдыға бұрыл дейді, жаңағы балаға. Ерекімей тастан мен Қарағандыға пойыз. Ана тоқтап отыр Манарбек. Бұрыл дедім ғой, мен саған ауылға алып келіңдер дейді. Содан не керек, былтыр ақыл деген палчаны келіншегі тұр. Тойында болдық, сол бәріміз көп рахмет. Палчандарына Балқашқа той жасап, шақырып, жезқазғаннан келіп, өте қуаныштымын. Енді осыдан 1-2 ай бұрын Манарбектен хабарласып телефон қойдым, біздің қыздарманда. Соны звондап, мәке осылай балаларым болмай 60 жылдық тойын жасайын деп жатыр. Құрметті қонақ боласыз деді. Сосын ойланып отырып, әйелім айтады, барасың ба дейді, бармаған деді. Қазақта айтады ғой, туыстан көрші жақын дейді. Мынау жаңа Хамада бала айтқан рас, бірге қарағанымды бөлісіп жүргеніміз рас. Алла Манарбек 60 жылдың құтты болсын, денсаулығы мықты болсын. Жаңа тағы бір айтайын деген тілек айтып отыр. КамАЗын шаққылап жүре берсін дейді. Ол дұрыс емес. Үмітжан шаққылап жүрсін. Ал керек болса. Үмітжан жүрсе, КамАЗда жүреді, Манарбекте жүреді. Ал екеуінің Үмітжан жоқ жүреді. Бұл болмайды. Дөңгелек айналмайды. Ал керек. Сондықтан балалардың ең бірінші шын айтқан керек, денсаулық мықты болсын. Балалар аман болсын. Осы балалардың арқасында біз сол туған туыстар, құрдас, жолдастармен, құда-құдағылармен кездестіріп отырып, палчандарымызды кездестіріп отырғанға көп рахмет. Айналайындар. Енді Алла берген жасын жасасын. Рахмет аға. Бейдейік. Қазір палчандармен енді достармен араластырайық. Иә, сіз палчансыз ғой, иә? Енді сіз 1-3-4 адамның палчандан әңгімесі айтып тұрдыңыз ғой, кәдімгідей. Алла разы болсын. Достар қайда? Достар қайда? Келіңіздер, достардан бірге бірмай араласып тұрайық. Әйтпесе мына кісілер тосып қалатын сияқты. Ал аға, мархабат. Достардың атынан ағамыздан бір тілеге. Құрметті қалайық. Мен достардың атынан Манарбек деген өзіміздің бір Народолық деген ауылдың бір тумасымыз.
Наратақ ауылында Маманбек деген досымның тумасы, сол жерде туылған, сол жерден жаңағы жерде тұшы суын ішіп, бәріміз ойнап, асып, Аға, кешіріңізші. Аға, кешіріңізші. Осы жаққа қарап айтыңыз. Мына жаққа қарап айтыңыз. Камераға қарап айтсаңызшы. Мына жаққа ма? Осылай қараңызшы. Иә. Айтшы, мына кісі қиналып жатыр, вообще қайта түсірерін білмей. Иә. Алла разы болсын. Енді бәріміз бір доспыз болдық. Керемет жақсы ойнап күліп, онда кішкентай кезімізде бұқа шағымыздан кеп өсіп өніп келіп тұрған мынау алдымызда тұрған Манарбек. Енді Манарбек енді қалай бір мынау жақсы жолдасы болып енді бір үйлену кезінде мына Үмітжан қасында отырған жолдасы Үмітжанды бір Сағат марқұм деген болған. Ол кезде кім Манарбек жаман зейіл айтайтын да, жаман бір зейіл. Сол кезде сол зейілді жақсы күтіп кеткен. Сол енді мына Үмітжанды шеттен алып қашты ғой. Сонда анау зейіл сынып кеткен, сізде лобовой жоқ қой. Сонда лобовой жоқ, сонда ұрықпен жауып берді. Сол кезде кімді алып қашып кетті ғой. Үмітжанды алып қашып кетті. Ақыры бұны мына жақсы, келбі ордалы, жақсы семья болып, үш жақсы баланың несі, ата-анасы болып отыр. Үмітжанды мына кімде, Манарбекте. Енді мына көрдіңіздер, қалай заман. Мына қазір міне, былай қарасаңыз мына кішкентай бала шағамыз не болды, одан кейін кішкентай жігіт шағамыз болды. Одан жақсы не болды. Енді қараңызшы міне. Мына орталықта қазір семья болып кетті. А семьяда мына үш бала міне. Астанада үш баламыз үшеуінде ұлдар қияда, қыздар ақылы, елуші. Ұлдар үйі, қыздар қия. Иә. Солай, міне, қазір қараңызшы енді. Алихан да үйленді, Рауан да үйленіп бір семья болды, Алихан да бір семья болды, Аюлы болды, Айка. Сондықтан, міне қараңызшы міне, әлемді алдымыздан тұрған, міне, ең жақсы көретін жолдасы міне, Манарбек и Үмітжан. Үмітжан мен Манарбек қалай маған істеп болды, өйткені дегенмен мен керемет жақсы көремін осы бағыттан әулеттен жақсы көремін. Неге? Өйткені бұл кісілерді үлкен әкелері Әлкен деген кісі. Үлкен 80 бірдеме. Бірдеңе бала кетті. 87 ма, 85-те дүние өтті. Бірақ енді сол кісілердің тәрбиесі мынау Оспановтарға, кімдерге, Манарбекке, кімде болсын, мен білемін, Мейрамбек ағасы бар, Манарбектің ағасы Мейрамбек, Жанарбек. Енді бәрін атаптың не обязательно қойалды? Атабай қой, жарайды. Мен айтайын, ең жақсы көретін жолдасы Манарбек, Үмітжан, жолдасы Үмітжан, сондықтан мен айтайын. Манарбек, 60-ға келіп отырсын. Мен осы февраль туып кеткен. Февральда 60-қа. Енді сен бүгін туып отырсын. Сен осы жасың құтты болсын, мерейлі болсын. Бала шаған қысықтай бер. Ұрпақтарын әрқалай өрлей берсін, биіктерге өрлей берсін. Ниет-тілектерін бірге болсын, сәлемдеріміз дұрыс болсын. Осы жиналған қауымның бүкіл тілегі саған қабыл болсын. Үмітжан екеулерің бұрды қосағандар. Енді қалай деп айтайын. Сіз бітірейін деп кетіп қалды екенсіз? Жоқ, Үмітжан. Точкаға келейін деп кетіп қалды екенсіз? Манарбек әрқашанда тек қана шашып көрді. Әумин! Рахмет, бірді қол жапыға қарашағаныңызға. Болды ғой аға, енді не қалды? Мына кісілердің нейросынып тұруы сізге бар ғой. Құдай қашан точкаға түсеміз. Запитая білет, точкаға келеді, запитая білет, точка келейін деп. Енді жеңгелеріміз сөйлесін апаларымыз, кеңізде бір қыз келіншектерден, сіздер бір милден сөйлейік. Кеңіздер. Ауыздан келген келіңіздер, сөйлеңіздер. Отырып сөйлей беріңіз.
Сіздерден бір адам сөйлейміз, Құдай қаласа. Қайым кеш тойға жиналған. Тойға ішінде де бірден адам жиналмайды ғой. Біздің Манарбек, менен жақсы үлкен болған ағатай. Манарбек ағатайдың бізге еңбегі зор. Біз Балшанның жолдасымыз. Жақта бір той болады. Балқашта да бір Балшанның 60 жасы болып жатыр, сондықтан екіге бөлініп келуге тура келді. Асқараның 60 жасыңыз құтты болсын, Манарбек ағатай. Жастарыңыз ұзақ болып, балапандарыңыздың рахатын, қуанышын көріп, тойларыңыз тойға ұласып, тек жақсылықта, қуанышта кездесе берейік. Той тойласын. Әумин. Апа, мынау сізге, әдемі тілегіңізге, екі бейттің ішінде бәрін жеткіздіңіз. Міне осылайда сөйлеуге болады ғой. Мархабат, сөйлеңіздер. Енді анысқа ләжі болса, сөйлеп алыңыздар. Ал достар, сөйлеңіздер. Сөйлеңіздер. Құрметті тойшы қауым, қасқанда бүгінгі Манарбек досымыздың туған күніне 60 жас көргенде бар, көрмегенде бар. Екеуміздің де туғанымыз бүгін енді айтып кетіп тұрған Манарбек ағамыздың шәнісіне бізге Алланың берекетін жақсы жаса енді 100 жаса Алашағымыз қызымыз бар, немере шөберем қызым бар, немене көр ағарай. Әрқашан да қызық тойымыз күтіп болай болсын. Сен тойға түсіп, қуанып келе берейік. Жақсы болсын, соғысында. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауым. Бәріміз жаңа тілектерді айтып отырмыз, айтылған тілектердің бәрі қабыл болсын. Рахмет аға. Манарбек мерейлі тұрған құтты болып, денің сау болып, Алланың берген жасын жасап, Алашан екеуінің қосағарып, немерелерінің қызын көріп, балаларының қызын көріп, шөбері көріп жассын. Осы той тек қана жақсы дастарханына, тойдан тойға оласа берсін. Барлықтарыңызға осындай жақсы дастархан той жоғыс болсын. Рахмет аға. Марс аға, келіңіздер. Ал, Туған халық жылдық болсын, жастарымыз ұзақ болсын, сіздерді бақытты болыңыздар, еңбекте жемісті болыңыздар. Жаңа айтып жатқан тектердің бәрі қабыл болсын. Достығымыз жараса берсін міне. Енді басқа не дейміз енді. Немере шөбере сүйіміз, әрі немере сүйіміз. Жылдан жыл тойдай берейік. Әумин. Нөке айтқаныңыз келсін. Алла разы болсын. Келіңіздер, енді бір адам сөйлейік, сонымен қорытындылайық. Мархабат. Қалғанымызды қосыламыз дейді. Мынау енді слишком ұзап кетеді, тағы да білесіздер, қасқырдың аузы жесе ған, жемесе ған, одан кім келеді? Асабай бастады созып отырып алды, тұрсын ойбай, той 8-ге дейін бітті деді. Солай болмас үшін барлығы сыйымды болсын деген ниетпен, аға, мархабат өзіңіз қорытындап берсеңіз, той құтты болсын деген ниетпен. Бүгін Манарбектің жолдасымыз, балшамыз, құрдасымыз, жерлесіміз алпысқа толып тойлатып жатыр. Арқаның төрінде. Туған күн құтты болсын, денің сау болсын. Манарбектің балшамын бүгін Балқашта да бір балшамыз туған күні болып жатыр. О жаққа да шақырған, сондан жаңа айтып отыр ғой. Бөлініп келіп отыр, кейбіреулер осы жақта да, енді осы жаққа келді. Біз еще бойлақылар болады. Былай айтқанда бір ауылдамыз, мен Қызылойдамын. Екеуміз 2 жыл бойы Ашкерден бір күнде барып, бір күнде қайтып келдік Ашкерден. Ең бірінші барып, ең ақырға келдік. Манарбек сияқты жігіттер көп болса, Қазақстанның көп өркен ниет болар еді. Манарбектің жолдастары да көп, өзі сыйлы халқына. Осындай жолдасымыз бар, осымен қуаныштымыз біз. Тойына ортақ болғанымызға. Барлықтарына сәлем, Ақтаудан, Атыраудан да жігіттер сәлем айтып жатыр, келе алмай қалғандарын айтып жатыр, жол алыс болып. Сол барлықтарына осындай қуаныш тілеймін, бар айтарымыз. Алла разы болсын аға. Мынау енді кейініресі дүние болмайды ғой, айтып қалуларыңыз мүмкін. Орталарыңызда неге достарды бөлек шығармады, неге палшандарды жеке шығармады деп айтып айып жоқ. Болса жеке жазған тілектің списігі 11 болып тұр. Сосын мен айттым, аға,
алдыңыздан бір өтейін. Қазір 11 адам 10 түрліше сөйлейтін болса, ол кісілердің әрқайсысы 20 минуттан сөйлейтін болса, тойымыз құдай қаласа түнгі сағат 1-ге шейін жалғастырамыз. Сөйтіп бір рет бір болып арамыздан бір сөйлеп келісіп пішкен соң кенте болмайды деп ақылдасып алдан өтіп алдым. Сіздердің алдарыңыздан бір өтіп алайын деп тұрмын. Бұл кісі жасырмаңыздар. Кінә менен айып болса, егер басымды кешірім сұраймын, той құтты қайырлы болсын. Ұзағынан болсын, ғұмырлы болсын, келген қадамдарыңызға тағы да гүл, нұр, жыр бітсін, торқалы той құтты болсын. Тілектес, тілеулес болып келген палшандар, жора жолдастар, сіздердің тойларыңыз тағы да құтты қайырлы болсын деп бір ортаға естіліп суретке түсейік. Палшандармен, жора жолдастармен бай қуатты болыңыздар, ағалар. Той құтты болсын. Естелі суретке түсіп алдыңыздар, құрметті ағайындар. Балған серке марқайса қой бастайды, қой алдында жануар ойқастайды. Құтты тойға кез болған жолды жігіт, осы ағаларымыз, аналарымыз секілді жақсы бір жыр бастайды. Бата тілек бастайды деп жатырмыз ғой, тойларыңыз құтты болсын. Фотограф қыздарыңызға қараңыздар, бүгінгі әдемі естелік сурет ертеңгі күнгі тарих болып қалсын деп жатырмыз. Әрқайсыларыңыздың шаңырақтарыңызда береке бірлік болсын. Осы бата күлейік кішкене, күлейік деп, күліп түсіңізді ыңғайларыңыз келсе әдемі естелік сурет болсын деп жатыр ғой. Палшандар ертең елге барғанда мақтанып барады. Обнимаю, пиши давай. Мынасы қаңғалып тұр, әйелімдей көріспайды ғой маған, құсы не айтады маған деп. От души, обнимите, друзья. Тихо, раз, два, три, оп! Ау, керек болса. Сәтті жылаңыздар. Алла разы болсын. Жайланайық. Торқалы той құтты қайырлы болсын, құрметті ағайындар. Елдердің атынан үйге барғанда бір тамаша сіздердің шаңырақтарыңызда жұғысты болсын деген тілеулес халықпыз ғой. Той бастарды қабыл алыңыздар, қарсы алыңыздар. Той иелерінің атынан той баста! Уақытымызда тиімді пайдалайық. Манарбек ағамыз қайда? Манарбек әкеміз қайда? Манарбек әкемізді орда қалдырайықшы. Ол кісіден, ой мәкем ау, келіңіз. Тағы да той құтты болсын. Ол қызы спокойно көршін той болған секілді отырып алған. Қонақпен мұнға жайғасып отыр, бәрекелді, кеңдікті пейілді ниетіңізге қарай берсін. Мәке, тойсыздығы билейсіз бе? Билейсіз бе? Неужели билейсіз? Мен жоқ деп айтамын деп болғам. Билейміз дейді, көңілі қимайып тұр ғой. Сіз билемей-ақ қойыңыз. Біз билейік. Егерде билемесеңіз аю шақыртайын деген қорқытып. Сіз кімді шақырған жоқсыз тойға? Жоқта бір аю келіп тұр, ішінде бір адам бар. Мені қонаққа шақырған жоқ дейді. Кім деп ойлайсыз? Қазір бір тамаша бір аюды шақырайық, әрине аю тобының сүйемелдеуімен тамаша бір билеп алайық. Содан кейін кім екенін анықтайтын боламыз. Ортада аюлы тобы және бір тамаша екі аюды қарсы алайық, құрметті ағайындар. Ал кеттік.
Бәрекелді. Ал жайғасайық, құрметті ағайындар. Аю қайда? Аюдан айырып қалмайық. Макен қайда? Я, жайғасайық, жайғанайық. Мына екі аюдың ішіндегі кісіге бір жаны басып тұр ғой. Негізі сценарий бойынша бір-ақ өлең болған. Бірақ ортаға келіңіз, Мәкен қайда? Құдайдың намысына жібермей отырып, Мәкен! Фотоға түсесіздер? Түсесіздер? Аюға болсын. Ішіндегі жұмбақ жарқын болып екен, қазір анықтаймыз Құдай қаласа. Иә. Ал. Я, жіберіңіз енді, уақытымызды тиімді пайдаланайық. Антракт кезе түсеміз Алла қаласа. Ал, келіңіздер, я, Мәке. Ал, Мәке. Екеуін қосайық. Мәке. Сізге сұрақ. Ал, кім болу мүмкін? Енді ойлаңызшы. Ойлаңыз. Бағанадан бері осы қалың қабат киіп алып, сіздің қуанышыңызды өз қуанышындай бөлісіп келіп отқан кім болуы мүмкін? Сіз үшін жанын беретін, мынандай қалың киімді киіп алып тұрып, елді шулатып билететін кім болуы мүмкін? Сыбырламаңыз. Сыбырламаңыз құлақты. Дәлеуі Айгер болдым. Мика екеуі ма, Мика? Дұрыс па? Не білген қошемет бір туған жапыра бұрай. Балдыздар ғой, е? Ай-ай. Міне, жеңісте болса осындай болсын. Балдыз болса осындай болсын деп бір туған жапыра бұрай. Балдыздар! Алда разы болсын. Мәке, енді білмейік. Бағанадан бері шыны керек бүгінгі осы мынау сіздің қуанышыңызды әлі кәдімгідей бір кісі көтерген мына екі фотография көріпсіз ғой. Алыңыз, өз қолыңызбен балдызыңызға табыстаңыз. Мынандай ыстыққа шыдап, арнайы сіздің қуанышқа атсалысып отырған балдыздарға бір дуал шапалақ ұрайық. Мәкеңнің өзі бір сый сияпаты бар екен. Құдай арасы сүйісіп жүр. Алла разы болсын балдыздар, дуал шапалақ ұрайық. Қайынжы қайда? Қошеметпен ұтырай, қайынжы! Баттершка ойды! Стоп! Қане қойыңызшы! Мына кісі өзге отырып деймін. Жай қасайыншы. Мына кісі жетпейді, құрметті ағайындар. 90 ауыз сөзін толықтай деген қорытындылай. Сіздерге мың алыңыз. Аға, жеңгей, рахмет. Иә, сіздердің миссияларыңыз өте высший уровень болды. Енді, мынау енді құрметті ағайындар, о дүниеге барғанның өзінде көршімнен қандай болдың деген сұраққа жауап алады екенбіз ғой. Бұл кісілер бізге ят болады деп тұр. Олай болса, арлы ағайындар бірінші дастарханымыздың соңғы тілегі Құдай қосқан көршілер, палас берсең де, кілем берсең де осы көршілерге бердік. Неге десеңіздер, әйтеуір бір шетіне өзің отырасың деген ғой. Сол айтқандай Құдай қосқан көршілерге де бір дуал шапалақ ұрайық. Бірінші дастарханның соңғы тілегі Нұраталды ауылының арлы ағайындары, Құдай қосқан көршілер, Айғайлы Гүлнәр, Қанат Нәсіпкүл Тілеужан Алма, Қайыржан Алма, Болат Айжан. Осы кісілерден кейін бірінші дастарханымызды қорытындылайтын боламыз. Нұраталдының арлы ағайындары, көршілер қайда! Арамамын
ақсақалымыз, орта буында оқында тұрған ағамыз, биік емесе де шапалаға нақшы кетіп алла разы болсын аға. Көршілер өзіңіз бастайсыз ғой дейме, үлкеніміз қайсымыз? Қалке күйіңіз, ой қалкем-ау, түріңізге қарасам 18-дегі сыныптай жігіт дейсіз, қайдан мен ағамыздың сақал мұрты болғаннан кейін ағама беріп атым ғой. Алла разы болсын, бір тілектеріңізді жолдаңыздар, той құтты болсын. Ассалаумағалейкум көзді қауым. Манарбек, Күмчан, 60 жасқа келіп жатсың, асқарла 60 юбилей тойларын құтты болсын. Бұл енді Мұраталдыға көшіп келгенде жүктерімді түсіп, өзіменді болып кеткен көршілерім Манарбек, Жанарбек, тойларымыз ортақ, бәрі қазақтар адауы. Діндерді айтады ғой, соғыс болғатса, өзіне қарсы мылтық атып жатса, сен намаз оқып жатсаң, намазыңды бұзбай оқи бересің. Ал енді көршінің міндеттің мықтылығы, көршінің баласы күйіп жатса, отқа түсіп жатса, намазыңды бұзып, баланы құтқаруға болады дейді. Көрші ақысы, тәңір ақысы дейді. Ан жаққа барғанда бірінші сұрақ, көршіңмен қандайсың дейді екен. Бұл енді осы шариғаттың бәріне жауап бересің мықты көршім, Манарбек пенен Жанарбек, келіндер Үмітжан, Мейрамкүл, рахмет, сыйластығымыз жалғаса берсін, тойларын тойы бұласын, керегелерін тең болсын, терезелерін тең болсын, әрқашанда мықты болыңдар, амандықта болайық, аман ердің аты шығар. Манарбек, өзімен еді құрдастар, арнақлашып дегендер менде көп еді, школда көп отырғанмын ғой, Манарбекте құрдас болып саналады өзі. Өзі бәрінен құрдаспын өзіне, неше қалғанды да білмеймін школда, сол сияқты енді Манарбекте құрдастың ішіне бәрі толады дейді ғой. Құрдасты боқтауға да болады, ұрсуға да болады, әйтеуір ренжімейді. Осы Манарбек енді 60-қа келсеңде тағы да бір 60-қа келіп, сол сияқты жаңдағы сұлуыңмен осылай жасарып жүре бер. Қазіргі заманда адам қартаймайды дейді ғой. Қазір қарасаң 60-қа келді деп кім айтады? Бізде осы Манарбектің өкшесін басып тұрмыз енді. Бір жылдан кейін бізде 60-қа келіп қалармыз енді, Алла қаласа. Сол сияқты Манарбек енді үбірлі шүбірлі бол. Не деуші еді? Қолыңмен немерелерден талсын енді. Не деп айтайын? Немерелерін үлкен жерден көрсін. Сен сияқты шофыр болған дейін. Шофыр КамАЗ айдайын деп. Сол сияқты асаман ден сау болсын. Үйің толған жан болсын, қораң толған мал болсын. Аты өттің күлігің айнала берсін енді. Сол сияқты басаман болсын. Әумин аға. Мынау енді аға ортаға шығыңызшы. Бағанан бері айтып жатыр, қыздардың стилі, қыздардың стилі деп. Міне стиль. Қараңыздар, міне стиль. Костюм қандай, аяқ киім қандай. Современный ағымдан тұрса болады. Просто сізге аға. Өкшелес болатсыз ғой, немере істейіңіз, шөбере істейіңіз. Мартабат ағалар, жалғастырып кетіңіз. Армысыздар, алдында тойға келген қауым. Мәке ал сізге мына мерейтойыңыз құтты болсын. Тәке екеуіңіз ұзақ ғұмыр кешіңіздер, бала-шағалардың қызықтарын көре беріңіздер, өсіп өне беріңіздер. Сол әкіммен мен 15 жыл көрші болдым. Ешқандай ренжісіп, бір-біріне қабақсызған күніміз болған жоқ. Маңайымда көршілердің бәрі жақсы, алтын. Елеп шақырып жатқаныңызға рахмет көп-көп. Сол не тілеймін. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, тәке екеуіміз ұзақ ғұмыр кешіп, немені сүйіп жатсын, шөбере сүйіп Алла нәсіп етсін, тек жақсылық болсын. Рахмет. Ұқтырма сезімнені. Малатайның 60 жас мерейтой тосын, сәтер тосын, осы 60-дағы біреу жасап, бала-шағаңыз аман болсын, немере көріп жатсын, енді шөбере шөпшек көріңіз, тек қана той бола берсін.
Анарбек бойынша бүгінгі тойларың құтты болсын. Бүгін міне еңбектерің ақталып, балалар біздерге үлкен той жасап жатыр. Енді ұрпағымыз өсіп өне берсін, Әлкен ата сияқты үлкен отбасы бол, сондай үлкен шаңырақ бол. Тек қана жақсы тілеймін, балапандарым тек қана биік шыңға көріп, сендерді өздеріне қуанта берсін. Бар жақсылық. Әумин апа, айтқаныңыз есін Алла разы болсын. Болдық па? Иә, ниеттеріңізге мың алғыс, ниеттеріңізге мынау жеңгеме ең қысқа тілек айтқаныңыз үшін Алла разы болсын. Иә, мынау құрметті ағайындар, көрші болып бір фотоға түсіп болайық. Иә, кіріс бар, шығыс болмайды, көріп жатсыздар ғой. Мына төрде тұрған ағаларыма рахмет. Орнынан тапжылмай, Мәкеңнің қызы қуанышы ғой, ұят болады деп, ұяттан, ардан барлығын жоғары қойған қазақпыз ғой, құрметті ағайындар. Өлімнен ұят күшті болған қазақпыз, құрметті игі жақсылар. Иә, Алла разы болсын ағалар сіздерге. Мынау қыз торқала тойларыңыз құтты болсын. Ал естелік суретке түсіп алайық. Ал жайғасайық, құрметті ағайындар, жайланайық. Баталы ел арымас, батасыз ел жарымас деген қазақпыз ғой. Иә, дастархан басынан батасы тұрмаған қазақпыз. Иә, құрметті игі жақсылар, осындай тектілігізмен дараланған ұлттардың ішіндегі қазақ деген халықтың ол қыздарының ұрпағымыз екендігімізді біз тағы да мақтанышпен айтатындығымыз хақ. Олай болса, тоқсанауыз яғни бауыры, еретеңе микрофонды ұсынайық, бір батасын берсін. Ағадал дастарханымызға, бірінші дастарханымызға қол жайық, құрметті ағайындар, иләһи әлем бірінші ағадал дастарханның батасы. Дастарханымыз бай болсын, деніміз сау болсын, патшамыз алғысты болсын, халқымыз табысты болсын, қыздарымыз қылықты, ұлдарымыз намысты болсын, ұлпарымыз тынысты болсын, шаңырақтарымыз ырысты болсын, Манарбектің осы тойы баршаңызға жұмысты болсын. Әумин. Қабыл болсын барды. Екінші дастарханға сіздерге патаяқ қойып, бір тасылап.
Настоящие мужчины.
Рахмет. Ал енді құрметті ағайындар, екінші ағалы сырқанда дайын болған екен, енді сіздердің құрметтеріңізге бір тамаша вальс болсын, одан кейін құдай қаласа екінші дастарханымызды бастайтын боламыз. Ал келіңіздер, орта буынды ағалар, аналар, жеңгелер. Бозықта бұрын соңамыз, болайық жақыннан таныс, әуенге ырғалып бірге, ортада билейік вальс, қорғызы секілді бейне, отырсын көңілді күйде, қолымды ұстап саған, келіңіз шақырам биге. Сырттағы ағайындарды алдыңғы сырғанға шақырайық, құрметті ағайындар, екінші ағадал дастарханымызды бірер минуттан бастайтын боламыз. Рахмет. Құрметті ағайындар, бір аллаға құлдық қылып сыйынып қос ерінге сөз мәйегіміз жиылып, алдарыңызға асабалап шықтықтағы баршаңызға сәлем берейік. Тағы да ассалаумағалейкум деп басымызды еп, тойдың түтіні әрбір үйден көрінсін, тойдың түтіні әрбір үйге төгілсін. Той халқымыздың қазынасы қанбаса, осындай мерейлі шаңырақта дастарханда әрқайсыларыңыздың шаңырақтарыңызда береке ырыс несібе бөлінсін. Бүтін болса ел жақсы, жылқыға сай жақсы, берсе май жақсы. Бәрін айтта бірін айт, сарайыңды ашатын, шаршағаныңды басатын қазақтың қою күрең. Қара шайы жақсы деп, шай дастарханға тағы да қош келіпсіздер, той құтты болсын. Енді мына жерде официант қыздар, ұлдар, администратор залдың светін жақсаңыздар, өте орынды болар еді. Құрметті игі жақсылар, мынау енді тілек-тілегімен, сөз-сөзімен, мынау жоғылып көтерген жұп жеңіл деп жатырмыз. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесеңіз істің бәрі бос дейді Албай Құнанбаев атамыз. Қазақты жамандама, қазақ бола, халық қой, қазақ деген азат қана. Біреуіміз ай үстінде, жер үстінде қазақтың жанашыры. Сізбен біз қазақ қана. Қазақтығымыздан айырмайық, той томалағымыз көп болсын деген ниетпен құрметті игі жақсылар. Енді екінші ағадал дастарханымыздың екінші асы да дайын болған екен. Әрине, міндетті түрде суып қалмасы үшін сіздердің асқазандарыңызға жылы күйінде жол тартсын деген ниетпен Абиба мейрамханасының ұйымдастырылған тамаша екінші ағадал асты хабарлаймыз. Екінші ас.
ем қондыра отырыңыздар. Етекке сорпа бетке бірінші дастарханда әдемі үлкен ұлттық тағамымызды қазы қарта жал-жаяны жейтін болсақ, міндетті түрде екінші дастарханда шай ішпесек, екінші ас жемесек басымыз ауыратындығы бар. Олай болса ас қазанға ем алып отырыңыздар. Мұрқылы тойларыңыздар да шотты қайырлы болсын деген ниетпен әрмен қарай мынау енді екінші дастарханымызды клиппен бұрын тамаша әуезді әнмен бастағанды жөн көріп отырмыз. Олай болса бірінші дастарханда сіздердің ғана ыстық ықыластарынан шығып отырған